әр жаққа бай болыпты. Күні бойы үйде жатып, әйтеуір бір күні даңқы жер жаратын күн туады деп армандап жата берді. Өмірінде болмайтын нәрсенің несіне арман ете деп бәйбішесі оған ылғи бұрқылдап жүреді. Ей бәйбіше, мені тыңдашы. Осы біздің дейм, өзі жайылатын, өзі жиналатын дастарханымыз болса ғой шіркін. Әй, сонда дейм, сен бұлай ас ауқат әзірлеп, әуре болмайтын едің ғой дегенім ғой. Бақ шіркін, соны тамақты кім дайындайды? Бәйбіше, дастарханым өзі дайындамай ма енді? Киялин неме, дастархан тамақты өз дайындаған қайдан көріп едің? Шіркін, сиқырлы таяқшам болса ғой. Онда тіпті тамаша болар еді. Бірдеңе тесем болды, көзімді ашып жұмғанша қалғанның бәрі қолымда болар еді. Бостан-босты қиялдағаннан гөрі жұмысымен айналыспайсың ба? Сөйтіп, ойына келгенде бұлшылдап қарыныңды қасып жата бересің бе? Кемзіра, не деген қараңғы адамсың? Сенімен сөйлесіп тұрған мен де ақымақпын не? Тіпті түсінбейсің ғой. Бәлем, түстіңдер ме қолыма? Екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді деп кім айтып жүрей? Мен екі қоянды бір таяқпен ұстадым. Бәйбіше, айтшы, менің қолымда не бар? Не болушы еді, қояндағы? Жоқ, бәйбіше. Бұл дегенің 10.000 теңге. Осы сіздің қалжыңыз бітпейді. Қояндар соншалықты қымбат тұрмайды ғой? Не дейсің? Қымбат тұрмайды дедің бе? Онда көрейік. Мұна қоянның біреуін алда жанына ұста. Ал енді өзің палау жасап, бауырсақ пісір. Дастархан жайып отыр. Мен тез арада келемін. Армансыз адам ба? Өмір деген өзі таң ғажайыптармен қызық қой. Осындегі бұл не деп, ұшақ кілем, не бір таяқ жоқ екен? Байеке, ғажап нәрсе жоқ деп кім айтты? Міне, менің қолымда оқымысты қоян. Бұл менің барлық арман тілектерімді орындайды. Қош, шын ба? Енді тексеріп көрмейміз бе? Қоян, үйіме тез жүгірде, әйелмен палау жасап бауырсақ пісіріп қойсын деп. Алдыркөсе қоянды далаға жіберіп еді, қалқанға сол сетте-ақ көзі ғайып болды. Ал енді байеке, үйге барып қоянның тасыманды қалай орындағанын тексеріп көрейік. Міне, палау да дайын, бауырсақ та дайын. Қояным қалай, ентігіп шаршап қалған жоқ па? Алдар, мен осындай ғажап нәрсені баяғыдан армандап едім. Маған мынаны сатшы. Алдымен мына палауды жеп алайық байеке. Алдар, айналайын Алдар. Мына қоянды сатып алмай менің тамағымнан ас өтпейді. Менің қоян қымбат, 10.000 теңге тұрады. Ондай ғажап нәрсені 100.000 болса да сатып аламын. Берші. Содан соң Алдыркөсе байға қоянды сатуға келісім береді. Қояным адасып кетпесе болар еді. Бәйбіше, қазы қайда, дастархан неге жасамаған? Бай, қайдағы дастархан, қайдағы қасы саған? Әлгі қоян келіп саған сөзіне жеткізбейді ме не? Бай, әне деп тұрсың, сенің есің дұрыс па, қайдағы қоян, басымды қатырмашы. Жаңа ғана Алдыркөседен оқымысты қоян сатып алдым емес пе? Бәйбішеме дастархан жайып, ет әсініп саған айтып жібергем. Осы бос қиялынан әбден шаршадым. Шаршаттың-ау. Есту ас неме ай. Бітпейтін мұлжы әңгіменен құлағымды састырып жібердің. Кетші, кет әрі. Көршім, саған не болды? Не болушы еді? Қоянның тапсырманы орындамай қашып кетті ғой. Міне оған қоса бәйбішемнен дұрыс десем неден болып шықты. Бәйке, ол сенің бәйбішеңді қайдан тапсын? Оны даладан іздеп кеткен ғой. Содан бері бай қоянды күтіп жүр екен. Бәйбішесі болса бостан босқа уақыт кетіріп болмайтын нәрсенің несіне арман ете деп күйіне тізе жүреді. Рөлдерді сомдаған байдың рөлі Ошанбай Нұрайым, Алдыркөсе Мұратбекова Балнұр, бәйбішесі Рамазанова Әсел, автор сөзі Айтқазина